сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен қазақтың Ресей, Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, Түркменстандағы ата жұртында отырған ағайындардың тағдыры қашанда көпшілікті алаңдатады. Әсіресе Ресейдегі ата жұртымызда қалған қазақтардың көбі мобилизация желеуімен ұрыс даласына аттандырылуда. Олардың тұманды тағдырына қатысты журналист Алма Сайлауқызы арнайы пікір білдірді. Кеше Саратовтың қазақша атауы Сарытау қазағы өз жеріндегі мобилизация қалай өтіп жатқаны туралы айтып берді. Гай Александров атты елді мекенде орыстар мен қазақтардың үлесі теңдей екен, 50-50 деуге негіз бар. Мобилизация басталғанда екі жақтан да теңдей адам алынады деген логикалары сынып қалыпты. Гайлықтардан 450 адам соғысқа алынған. Нешеуі орыс деп ойлайсыздар? 225 адам ба? 25 адамы ма? Жоқ, үшеуі ғана. 450-ден тек үшеуін ғана орыстан алған. Сенесіздер ме? 447-сі қазақтар. Әскерде болып келген Володя әлі ішіп шалқып жүр екен. Оған повестка келмеген, ал өмірі әскерде болмаған. Заң бойынша ішінара мобилизацияға жатпайтын механизатор, тракторист, ветеринар Бақыт, Мұрат, Арманның бәрін бір күнде жинап аттандырып жіберген деп жазды автор. Сонымен қатар қазақтың аяулы қызы Ресей жерінде өмір сүрсе де өз ата-бабасының ата жұртында отырған ағайынның тағдырына алаңдаушылық білдірді. 9.000 адамы бар осы ауылдан 1-2 жігіт қана Қазақстандағы туыстарына кетіпті. Ал қалғандары сатқын болмаймыз, отанымызды қорғаймыз деп отар-отар қой секілді кете беруі әзір. Қандай аянышты. Сарытауын емес өзге елдің территориясында бөтілердің сасық көкірегін қорғаймын деп күллі көкке ұшарын ойлауға қауқарсыз. Өздерін оқты азайтар, пушечное мясо әрі қазақ жерін қазақтардан оңай тазартар құрал ретінде аяусыз қолданып жатқанын ұғынуға дәрменсіз деді.